Ассалаумағалейкум достар, сендермен Ирема, және де бүгін бізде новый ерекше видеоролик. Бүгін бізде конкурстардың итоғы болады. Қандай конкурс десеңдер, в общем, мен алдыңғы видеода оның алдыңғысында айтқан болатын. Короче, кім каналыма актив, кім осы каналда, кім активі мықты болады, кім комментарий көп жазады, обязательно подписан болу керек, колокольчик басылу тұру керек, и кім ең көп адам шақырады, соларға мен жесткий шапка жасап беретін боламын. Бүгін бізде екі жеңімпаз, яғни екі победитель, яғни біреуін победитель деп айтпай ақ қояйын, енді мен оған алдышы жасап бердім. Что там, мен видеоға кеттік па? Ой, достар, жоқ, өтірік айтамын, видеоға кетпедік. Мен ең бірінші видео басталмай тұрып, опрос жасап алғым келіп тұр. Мына жақта қазір опрос шығады, соған тез арада жауап берейікші. Короче, опрос мынандай. Мен новый рубрика бастайын деп жүрмін. Ол, короче, орысша контентте аккаунттан прокачку деп аталады. Яғни қазақша атын өзгертемін мен. Сөйтіп, адамдардың аккаунтын, мысалы, новичоктардың аккаунтына жесткий ава қойып беріп, шапка жасап беріп, сөйтіп жасағым келіп жүр. Мен видеоға тек бір адамнан ғана алатын боламын, бірақ мен шапкасы күшті, авасы күшті адамдардікін алмайтын боламын. Тек новичоктардікін ғана аламын. Сондықтан көп адам болу керек, ол үшін маған, сондықтан тез адамдар шақыра беріңдер, и новый рубрика болады. Егер сендер, конечно, рұқсат етсеңдер, ұнаса егер ондай рубрика, мына жаққа просто я жоқ деп, короче, жауап бере салыңдар. Ал біз видеоға шынымен де кеттік. Бум, достар. Короче, мен енді атын айтайын. Бірінші победителдің аты бізде TLDFF. Я, бұл баланың аты бізде TLDFF, яғни TLD Free Fire. Құттықтаймын, саған жесткий шапка жасап бердім каналына. Бұны қазір фул экранмен көресіңдер. Ұнаса айтыңдар, достар, мен бұны фотошопта жасадым. Қазір процесс работасын көрсетем. Или полный экранға кеттік. Процесс работы мынау. Екінші адам процесс работасы жоқ, итог работы бар. Ал TLDFF құттықтаймын тағы да, ал біз екінші адамға кеттік. Бум. Екінші адам бізде, мен де жоқмай айта салайын, екінші адам бізде Энзон деп аталады. Энзон ол жаңағы қалай айтсам болады, маған көмектесті аккаунтты бастауда, және продвигать етуде, және де екіншіден оның активі жесткий болды. Короче, мен каждый видео салам, и сразу астына комментарий Энзон жазады ғой. То, ана мынау деп. Если что, каналына жазылып кетіңдер, ода почти уже 2000 подписчик болады скоро, жақында. Астыға подписаться кнопкасын басып, басып жіберейікші, достар. В общем, рубриканы тез баста кетеміз. Так, Энзон, сен жұмысымды көрсетейін. Қалай екен, достар? Процесс работы жоқ, бірақ енді қазір мен екеуі де қалай ноутбукта тұратынын көрсетейін. Бірінші TLDF и екінші бізде кім? Энзон. Так, достар, егер жұмыстар ұнаса, тез астыға лайк басып, подписаться кнопкасын басып кетейік. Мен өте қатты стараться еттім. Аяқталды. Өгей достар, бірдемені айтуды ұмытып кеттім. Короче, осы айтып өткен жеттер, короче, маған вкланы қалдырып кеттім, бірақ менге Энзондікі бар, сондықтан TLDFF өзінің вклында астыға жазып кет комментарийға. Мен саған осы шапканы жіберемін саған, короче. Болды, достар, осымен видео аяқталды. Давайте.